Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega Дәл осыдан 10 жыл бұрын орын алған оқиға қазір 10 жылдан кейін қайта еске алынып отыр. Сайран көліне келіп құятын Алматы өзенінің тік жағасында ит қауіпті жағдайда қалып қойған. Иә, өзен оны ағызып кетуі мүмкін еді. Бірақ та өтіп бара жатқан адамдар немқұрайлылық танытпай, бірден жанашырлық танытып итке көмектесуге кіріскен. Дәл осы жағада тұрған итке 4 адам келіп, бір-бірін танымайды, бір-біріне мүлде бейтаныс. Осы жағадан тірі тізбек құрып, итті құтқарып шығарып алады. Бірақ та бұл ескерткіштің салтанатты ашылуы 22 наурыз күні болып өтті. Достар, кез келген тіршілік иесіне жанашыр болайық. Сіздермен бірге болған Қиябаев Мәулетхан, сау, саламатта болыңыздар.